осы Алматы облысы өңірінде Іле өзенінің жоғарғы ағысында Шарын өзенінен Қытай Халық Республикасына дейін ұзындықта 25 наурыздан 5 шілдеге дейін балық аулауға тыйым салынған. Қапшағай су қоймасында 5 сәуірден 20 мамырға дейін балық аулауға тыйым салынады. Балқаш көлінде 15 сәуірден 1 маусымға дейін балық аулауға тыйым салынған. Осы әр су айдындарында әрқалай мерзімдер ол ауа райының жағдайына байланысты, климаттық, сонымен қатар әр ауданның өзінің ерекшелігіне байланысты әртүрлі қояды. Сонымен қатар атап айтқан кезде осы ауа райының жағдайына байланысты ғылыми зерттеу институттарының ұсынысы бойынша балық аулауға тыйым салуының мерзімдері 15 күнге не алдыға, не артқа шегерілуі мүмкін. Қазіргі таңда Қапшағай су қоймасы, Балқаш көлі бойынша балық аулауға тыйым салу мерзімдері толықтай қойылмаған. Қазір осы жақында ғылыми зерттеу институттарының ұсынуы бойынша қосымша уақыты белгіленіп, қосымша ақпарат беріледі.